Әлеуметтік желінің әлеует артып тұрған шақта неге екені белгісіз жағымсыз жаңалықтар, өсек аян, жалған ақпараттар қоғам арасында лезде тарайды. Ал ел үшін атқарылып жатқан жұмыстар мен жағымды жайттарға келген кезде кейбір адам сыни көзқараспен қарап, теріс пікір қалыптастырып жатады. Әрине, әркімнің ойы әртүрлі. Десе де қаншама еңбекті, тәуекел табандылықты жоққа шығару әділетсіз деп ойлаймыз. Мәселен, Алматы облысына қарасты Қарасай ауданында атқарылып жатқан шаруа жетерлік. Атап айтар болсақ, алып мегаполис Алматының іргесіндегі Іргелі ауылдық округінде жағымды жаңалықтар жоқ дей алмаймыз. Ендеше аталған округтегі оңды өзгеріске зер салайық. Біздің алдағы бірнеше бейне материалымыз дәл осы Іргелі ауылдық округіне арналады. Іргелі ауылдық округінде өндіріс саласы өркендеп келе жатыр. Тіпті мұнда сіз бен біз біле бермейтін компаниялар сапалы өнім өндіреді. Ал олардың тұтынушылары еліміздің ең ірі қалалары. Осы жайында толық білу үшін Іргелі ауылдық округінің әкімі Арман Қамалбекпен әңгімелесуді жөн санадық. Ауылға қош келдіңіздер. Мен енді қысқаша өзімнің ауылмен таныстырып кетейін. Өзім Іргелі ауылдық округына осы қызметке сайланғалы 2 жылдай уақыт өтті. 2 жылдың ішінде енді біраз атқарылған жұмыстар бар, кемшіліктер де бар. Оны біз қарастырып жатырмыз. Алдағы қойған жоспарларымызда осы тағы 2 жылдықта барлығын шешуге тырысамыз. Қолымыздан келгенше. Енді округтың өзіңіз білесіздер, мына Алматы қаласының іргесінде орналасқан ең ірі округ деп есептеуге болады. Қазіргі таңда 3 елді мекеніміз бар. Ол Іргелі ауылы, Кемертоған ауылы, Көксай ауылы болып. Қазіргі таңда осы Іргелі ауылдық округінің шекарасында Эверест Групп арна ықшам ауданын салып жатыр. Енді биыл бірінші кезеңін пайдалануға беріледі деп есептеп отырмыз. Сондықтан күннен күнге халқымыздың саны көбейіп жатыр. Алматы қаласының іргесінде тұрғандықтан бізде қазіргі таңда промышленный объекттеріміз бар. Көксай ауылында қазір жаңадан малая промышленный зона дейді. Сонда өзі қалыптасып келе жатыр. Атап өтетін болсақ, мысалы Архимед деген компаниямыз бар. Одан кейін жаңа алюминий балқытып өндіру зауыты бар. Қазіргі таңда салынып жатқан. Одан бөлек жаңағы тұрмыстық химиямен айналысатын Таза деген компанияларымыз бар. Біздің енді бірақ осы қызығушылық келетін ол Алматы қаласының іргесінде болғандықтан, былай айтамыз ғой, қазақша айтқанда 9 жолдың торабы деп локациясы болып тұр ғой. Шығып кету. Одан кейін мына қазір радиалдық жолдар салынады деп отыр. Рысқұлов көшесі бар, ол да серпін бергізіп жатыр. Ақан Сара көшесі бар, ол да серпін бергізіп жатыр. Жаңағы бізге инвестициялардың тартылуы осындай. Инвестиция жағынан санайтын болсақ, бүгінгі таңда жаңағы алюминий өндіру зауыты бойынша бізде о жерде 4 гектар жер. Инвестицияның сомасы 28 жылға дейін 5 миллиардқа дейін. Енді бірінші етапта бұлар 2 гектарын алған, қазіргі 3 миллиардқа инвестиция биыл саламыз деп отыр. Қазіргі таңда инфраструктурасының өзіне кеше басшысы айтып отыр 600 миллион теңге. Өз ақшасынан салған, енді тағы да инфраструктураға 900 миллион салам деп отыр. Қалғаны енді жаңа зауыт құрылысына кетеді. Бүгінгі таңда ол жерде 90 адамға дейін жұмыс орны ашуы көзделуде. Продукциясы жаңа орталық Азияны қамту ең бірінші очередте. Ал енді жаңа Архимед мекемесі бойынша ол жерде де 4-ке жоқ гектар орналасқан жерде, ол жерде 4 түрлі цех болады. Балқыту цехы, жондау цехы, одан кейін жаңағы маляр дейді, краскамен крас ету. Бұлардың қазіргі таңда инвестициясы 4 миллиардтан асып кетті. Тағы да көбейтеміз деп отыр. Жұмыс орындары қазіргі ашылғаны 60 орын жұмыс орны ашылған. Және де бұл кісінің продукциясы санға емес сапаға жұмыс істеу.
бұл кісілердің жаңағы жасаған мал архитектурный форумы дейді, светильник дейді, еліміздің бас қалаларында, одан жаңа алыс жақын шетелге шығаруға тапсырыс алып жатыр. Қазіргі күнде тапсырыс өте көп. Сондықтан енді бұлар тоқтамаймыз дейді, кеше айтып отыр, 3600-ға жуық продукция шығарамыз деп түрін. Ал енді таза компаниясына келетін болсақ, ол кісілер енді күнделікті бытовой химияны күнделікті әр қазақстандық қолдана алады, және де бұл кісілер де жаңа осы алыс жақын шетелге шығаруға қазір үміттеніп отыр продукциясын экспортқа. Сонымен қатар, жаңа жеке кәсіпкерлермен қатар мемлекеттің әдемі бір бағдарламасы бар, ауыл аманаты деген. Қазіргі таңда ауыл аманаты бағдарламасы біздің округ бойынша 10 адам алды. Ауыл аманаты көп жерде мал шаруашылығы болатын болса, біздікі күнделікті осы тұрмыс жағдайға байланысты үйінде жаңағы мини пекарня дейміз, өздері өндіріс жасау, жаңағы кірпіш құю, сондай мақсатта станоктар алып жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда 10-ға жуық адам алды. 16 адам қазір өзінің несін күтіп отыр, кезегін күтіп отыр алғанға.